Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі 2 сынып қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі күн терезеден бізге күліп тұр қарап. Сондай жақсы көңіл күймен басталады бұл сабақ. Миға шабуыл әдісі. Әріпке байланысты жұмбақты шешіп көрейік. Уықта бар, жайықта жоқ. Суықта бар, қайықта жоқ. Балалар, бұл қандай әріп? Я, дұрыс айтасыңдар. Бұл У әріпі. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы У дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылуы. Бүгінгі сабақта сөздердегі У дыбысының қандай жағдайда дауысты, қандай жағдайда дауыссыз болатыны туралы үйренесіздер. Жаңа ақпаратпен таныс болайық. Дауыстыдан соң және сөз басында дауыстыдан бұрын келген У дыбысы дауыссыз болады. Әуежай, уақыт, сәуле. Дауыссыздан соң және сөз басында дауыссыздан бұрын келген У дыбысы дауысты болады. Сусын, елу, улап, шулап. Берілген ақпаратты есте сақтаймыз. Келесі кезекте тапсырмаларды орындайық. 16-шы жаттығу. Мәтінді түсініп оқиық. Қане балалар, мәтінді оқып шығайық. Сәуле өздерің сияқты 2 сынып оқушысы. Ол сәнді киінгенді ұнатады. Әсіресе қуыршағына түрлі киім таңдап, сәнді киіндіргенді жақсы көреді. Бүгін қуыршағына қазақтың ұлттық киімін кигізбекші. Бірақ бас киім таңдауда қатты қиналды. Ол ойлана келіп, қуыршағына кигізді. Балалар, Сәуле қуыршағына ұлттық бас киімдердің қайсысын кигізді деп ойлайсыңдар? Қане, болжап көріңдерші. Тамаша, балалар. Менің ойымша, Сәуле өзінің қуыршағына сәукелені кигізді деп ойлаймын. Қане балалар, сәукелені сипаттап көрейік. Сипаттау барысында әдемі, гауһар тастарымен көмкерілген, оюланған, матамен тысталған сөздерін пайдаланып көр. Мәтіннен У дыбысы бар сөздерді теріп жаз. Дауысты У дыбысының астын 1, дауыссыз У дыбысының астын 2 рет сыз. Сәукелені ұзатылған қыздар киген. Оның сырты барқыт матамен тысталып оюланады. Сәукелені әдемі гауһар тастармен көркемдеп сәндейді. 17-ші жаттығу. Мәтінді көшіріп жазып, дауысты У дыбысының астын 1, дауыссыз У дыбысының астын 2 рет сыз. Мәтінмен танысайық. Бұйымдарды кестемен әшекейлеу халық қолөнерінің бір түрі. Әрбір халық өз ұлттық ою өрнектерін тіккен кестелеріне пайдаланады. Қазақ халқының кесте тігу өнері алуан түрлі. Солардың бірі
кестемен қамзол, белдемше, тақияларды безендіру. Мұндай өнерге қыздарды кішкентай кезінен бастап үйретеді. Балалар, дәптерге жазған уақытта көркем әрі әдемі етіп жазуға тырысайық. Бұл жердегі у дыбысы бар сөздер тігу, алуан, безендіру, әшекейлеу. Сендердің жауаптарың дұрыс деп ойлаймын. 18-ші жаттығу. Кестені тиісті сөздермен толықтыр. Бірінші жолға дауысты у дыбысы кездесетін сөздермен толықтыруымыз қажет. Екінші жолға дауыссыз у дыбысымен кездесетін сөздермен толықтыруымыз қажет. Жарайсыңдар балалар, сендер сондай тапқыр екенсіңдер. Бүгінгі сабақты қаншалықты меңгергенімізді білу үшін жұлдыздар шеруі әдісін қолданайық. Өте жақсы түсіндім, мен үшін қызықты болды. Мен сабақты жақсы түсіндім. Тақырып бойынша әлі де ізденуім керек. Үйге тапсырма 13-ші беттегі 20-ші жаттығу. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар.